Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз болашақтағы компьютерлер. Балалар, бүгінгі сабақтан үйренетініміз болашақтағы компьютердің дамуы, мобильді технологиялардың дамуы. Балалар, біз компьютерді пайдаланып, программалардың көмегімен түрлі ақпараттармен алмастық. Құжаттар мен видео, аудио файлдар, ойын программаларымен, робот жобаларымен таныс болдық. Күн өткен сайын компьютерлер мен программалар, мобильді технологиялар қарқынды даму үстінде. Қалай ойлайсың? Бұрын компьютер болмаған кезде біз мәтінді қалай жаздық? Ол кездері мәтін жазу үшін жазу мәшинесі қолданылған. Кейін ғылыми-техникалық құралдар дамып, заманауи компьютерлер, құрылғылар шығарыла бастады. Қазір біз мобильді технологияларды өзіміз де қолданып жүрміз. Бұл технологиялар өмірімізге қажетті ең негізгі құрылғыларға айналды. Себебі түрлі мобильді қосымшалар кеңінен тарап қолданысқа енгізілді. Атап айтсақ, жол карталары, коммуналдық қызметті төлеу, білім саласындағы түрлі қосымшалар, интерактивті байланыстар. Бұның барлығы ұялы телефондар арқылы жүргізіледі. Қазіргі кезде автоматтандырылған, адам қажетіне еңбек етуге бағытталған күрделі құрылғылар, роботтармен сендер де таныссыңдар. Ғылыми-техникалық жетістіктердің нәтижесінде компьютерлік және мобильді технологиялар үнемі жаңарып отырады. Осылайша ғалымдар заманауи құрылғылардың күнбе-күн дамуына үлестерін қосуда. Қазіргі компьютерлер ақпаратты дыбыс арқылы танып білу, дыбыстарды өңдеу қабілетіне ие болды. Көбінесе сенсорлық экран мен панельдермен жабдықталды. Компьютерлер ғалымдардың айтуы бойынша бірнеше бағытта дамып жатыр. Атап айтсақ, молекулалық компьютерлер, биокомпьютерлер, оптикалық және кванттық компьютерлер. Ал балалар, сұраққа жауап берейік. Компьютерлерді қайда қолданамыз? Ұялы телефондағы қандай қосымшаларды пайдалы деп санайсың? Не себепті технологиялар жылдам дамып жатыр? Неліктен адам роботтарды пайдаланады? Балалар, назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.